Тілдік норма және дағды. Әдеби тіл, оның шарттары берілген анықтамалар, әдеби тілдің нормалық белгілері, түрлері. Әдеби тіл нормасы белгілі кезеңде тілдік құралдарды қоғамдағы барлық адамдарға ортақ орнықты түрде қолдану үлгісі. Әдеби норма диалектілерге, ауызекі сөйлеудің қарапайым түрлеріне қарсы қойылады. Сондықтан оған жүйелілік, реттілік, баршаға міндеттілік, функционалды стильдік жіктеліс тән. Осы тұрғыдан әдеби норманы функционалды стиль нормаларының біріккен жүйесі деп қарасақ, стилистикалық норманы әдеби норманың функционалды стильге қатысты көрінісі деуге болады. Басқаша айтқанда, әдеби норма жалпы нормаға және жеке функционалды стилистикалық нормаға ажыратылады. Ол стильдерді, стильшілдік тармақтарды бір бүтін әдеби тіл жүйесіне біріктіреді.